Қайырлы күн, саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгінгі сіздермен өтетін тақырыбымыз бейорганикалық химия. Соның ішінде тағамдық қоспалар ретінде қолданылатын металл және бейметалл өкілдері. Алдымен танысып шықсақ, қандай қоспаларға біз тоқталамыз. Е925 атты хлор, Е941 атты азот, Е948 атты оттек, Е173 атты алюминий, Е174 атты күміс, Е175 атты алтын, Е938 атты және де екі инертті газ, яғни аргон мен гелийді өтеміз. Е925 хлор, яғни хлор қарапайым химияда элемент ретінде білсек, тағамдық қоспа ретінде қандай артықшылықтар бар көрейік. Е925 атты хлор, яғни консервант, ұн мен нанды жақсартқышқа жатады. Тамақ өнімдерін өндіруде технологиялық мақсатта қолданылады. Физикалық қасиеттері өзімізге белгілі жасыл, сары, яғни улы газ, каустикалық өзіне тән иісі бар және суда ериді екен. Тағамдық қоспа ретінде пайдасына келетін болсақ, яғни адам жасушаларының құрамында кездеседі екен. Су тұз алмасуына қатысады, қышқыл негіздік балансты реттейді екен, және де заттың 95% мөлшерінде табиғи жолмен, яғни организмнен шығарылады екен. Және хлормен уланған кезде мындай белгілер байқалады, яғни тұншығу, өкпенің сінуі, шашты қабаттар мен өкпе тіндерінің химиялық күйігі, жедел дерматит болуы мүмкін, және де тіндердің некрозы атты яғни белгілер болады екен. Ал алғашқы белгілеріне келетін болсақ, яғни алдыңғысы аурулар болса, ені белгілері бұл пароксизмалды жөтел, кеудедегі ауыр суыну, пневмония, жедел жүректің жеткіліксіздігі және де конъюнктивит атты белгілерден байқауға болады екен. Қолдануына келетін болсақ, яғни суреттерде қарап отырғандарыңыздай, яғни диспансерлар дейміз ғой, яғни судың құрамына хлор жіберу үшін, яғни судың құрамындағы хлор, яғни осындай құралдармен жіберіледі екен. Және де ағартқыш ретінде тағам өндірісіне жаңғақтың құрамында, ұнның құрамында, және де мына оң жақтағы суретте, яғни ұнның сапалы осындай үлпілдеп жақсы формада шығуына осы хлор тағамдық қоспасы көмектеседі екен. Кестеге назар аударсақ, адауы хлор категориясы ұн мен нанды жақсартқыш, консервант, шығу тегі жасанды және де қаупі жоғары болып табылады екен адам организмі үшін. Келесі өтетін бейметалымыз Е941 атты азот, яғни күнделікті өмірдегі элемент азот. Пропеллент, яғни өнімді тыстан шығаратын зат, жасанды шыққан глазурлер тамақ өнімдерін өндіру процесінде технологиялық мақсатта қолданылады. Физикалық қасиеттері білетіндей түссіз газ, минус 195-те 8 градус Цельсий, балқу температурасы суда ерімейді және де инертті, улы емес, бірақ және де тұншығу әсері бар екен. Келесі зиянына келетін болсақ, яғни бұл тағамдық қоспаны тұтынған адам мас болуы мүмкін екен, кестоон ауру және де тұншығуға кеп соғады екен. Сонымен қатар қолдануы, яғни тұтынушылық қаптамада орау үшін қызмет атқарады. Өнімдерді оттегімен жанасудан сақтайды екен, салқындатқыш пен мұздатқыш агент ретінде, банкалардағы кілегейді көпірту, сонымен қатар тотығуына және тамақтардың шіріп кетуіне осы жол бермейді екен. Сонымен қатар кестеге назар аударсақ, яғни азот, жанармай жылтыратқыш дейміз, шығу тегі жасанды, қаупі төмен болып табылады екен. Келесі біздің бейметалымыз бұл оттек, Е948 атты пропеллент, яғни өнімді тыстан шығаратын зат, табиғи шыққан ораушы газ ретінде тамақ өнімдерін өндіруде технологиялық мақсатта қолданылатын тағамдық қоспа. Физикалық қасиеттері түссіз, дәмсіз газ ретінде минус 192-98 градус Цельсий, суда органикалық заттарды аздап еріп, химиялық белсенді элемент екен. Жалпы 3 күн ішінде 90% оттегімен тыныс алса, яғни адам таза ауаның құрамындағы таза оттекпен демалатын болса, мынандай ауруға шалдығады, яғни тахикардия дегеніміз бұл жүректің тез соғуы, қысу, пневмония, құрысу секілді ауруларға шалдығады екен. Қолдануы қорғаныс газы ретінде қаптама үшін отын немесе орау үшін дедік, және де коктейльдің құрамында кездеседі екен. Атау оттек, жанармай, табиғи және де қаупі орташа организм үшін. Келесі тағамдық қоспамыз Е173 атты алюминий, яғни бұл Еуропалық одақ мақұлдаған табиғи металдардан жасалған тағамдық қоспа екен.
Физикалық қасиет, яғни білетіндей бұл сұр жылтыр. Борпылдақ деген мына жерде немесе қатты күйінде де кездеседі. Коррозияға қарсы, суда ерімейді екен, жарық өткізбейді және де ультракүлгін сәулелерін өзінен шағылыстырады екен. Және де қолдануы бояғыш ретінде фольга, суды тазалау, бетонды ауаны тарту ретінде болса, ал тағам өнеркәсібінде таблетка дейміз, яғни дәрінің құрамында, қант глазурінің ұннан жасалған кондитерлік өнімдерінде, яғни тәттінің құрамында, торт безендіру, яғни әсемдеу ретінде қолданылады екен. Қызметі, жалпы осы екі қызметі бойынша жұмыс жасайды екен. Бұл бояғыш ретінде, яғни бояу және де инсектицид немесе пестицид деп атаймыз, яғни бұл улы жәндіктерге қарсы. Келесі зиянына келетін болсақ, яғни тірі жасушалардың құрамында кездеспейді, яғни бұны біз тек тағам арқылы немесе су арқылы ала аламыз екен. Жоғары концентрациясы улы болып келеді. Орталық жүйке жүйесі, яғни сүйек тіннің түсуіне алып келеді. Несеппен шығару механизмінде кедергі келтіреді екен. Және де бүйрек қызметін бұзылған адамдарға бұл алюминий бар тағамдарды қолдану өте зиян екен. Фосфор мен кальцийдің метаболизміне теріс әсер етеді екен. Нәтижесінде денеде остеопороз деген, яғни қаңқаның ауруына шалдығады екен. Ағзаға түседі мынандай жолдармен, яғни алюминий бар суды тұтынса, егер де алюминий бар ыдыстармен, яғни ішсе, және де мерзім өткен құмыра сусындарын пайдаланса, яғни біз айтып жатамыз ғой, мысалы андай пластмассадан жасалған бөтелкелерді бір рет қана пайдаланып ішу керек, яғни одан артық күнде іше берсе, ол зиян. Яғни бұл жерде пластмассаның құрамындағы заттардан бөлек осы алюминий да адам ағзасына кері әсер етеді екен. Сондықтан бір рет қана қолдануға рұқсат етілген. Атауы жағынан алюминий категориясы бояғыш, шығу тегі табиғи, қаупі орташа екен организм үшін. Келесі бейметалдар аяқтаймыз, металдарға көшеміз. Бірінші металл өкіліміз бұл Е74 атты күміс, яғни жасанды шыққан тағамдық бояғыш ретінде. Физикалық қасиеттері ақ түсті, бәріміз білетіндей металл, жылтыр бар, жұмсақ, жылу өткізгіш, электр өткізгіш және де суда ерімейді екен. Жалпы қызықты факт айтатын болсақ, күміс жайлы ағзаға су және тамақпен келеді екен, яғни өздігінен болмайды. Жұмыртқаның сарысында, яғни жылтоқ дейміз ғой, жылтоқтың құрамында 100 грамм сарысы болса, соның 0,2 миллиграммда, яғни 0,2 миллиграммда күміс болады екен. Сондықтан жұмыртқаның сарысында жеп жүру керек екен. Шамадан тыс тұтынылған жағдайда аргирия деген ауруға шалдығады. Қазір тоқталамыз. Аргирия дегеніміз, яғни күміс иондары микроэлементтер иондарын алмастыра бастайды екен. Яғни біздің ағзамыздағы түрлі микроэлементтер кетіп, оның орнына күміс келеді. Жалпы суретте қарап отырғандарыңыздай, адамның жаңағы терісі қалыпты жағдайдағы теріден көпкөнбек, яғни көк түске боялады екен. Және де бұл аргирия көбею мен метаболизмге жауап беретін ферменттерді жояды екен. Сонымен қатар тірі жасушаларға қысымына және де өліміне әкеп соғады екен. Сондықтан өте мұқият болу керек. Жалпы одан бөлек біздің пайдамыз бар екен, яғни бұл патогендік бактерияларды өлтіреді. Яғни біз айтып жатамыз, күмісі бар алқа, сақина тақсақ, жаңағы бойымыздағы болсын бактерияларды кетіреді деген наным сенім осы жерден шыққан екен, яғни бактерияларды өлтіреді екен, иммунитетті арттырады екен, судың бұзылмауына, яғни қосымша көмек ретінде қолданады, және де ашық шараны емдеуге де көмектеседі. Қаупі және де артық мөлшері болса, бүйрек функциясын бұзады, бас ауырады, созылмалы шаршаңқы боласың, ас қорыту жүйесі бұзылып, неврологиялық ауытқуларға, яғни ұшырайды екенсің. Жалпы кесте атауы күміс, бояғыш, шығу тегі жасанды, қаупі орташа екен. Келесі біздің металымыз Е175 атты алтын, яғни жасанды шыққан тамамдық бояғыш. Физикалық қасиеттері сары түсті металл білеміз, жұмсақ, жылу өткізгіш, электр өткізгіш, және де бұл патша шарабында еритін металл, және де кез келген адам үшін негізі қымбат металл болып табылады. Қызықты факт айтатын болсақ, алтын жайлы Швейцарияда, яғни швейцариялық фирма құрамында алтыны бар жеуге жарамды қабыққа жалпы оралған кәмпиттер шығарған екен. Яғни
Жаңа сыртындағы қабығы дейміз ғой, фантик немесе сол фантикті жеуге болатындай қылып шоколадтар шығарған екен. Яғни бұл өте бағасы қымбат болған. Және де Францияда ауыз су шығарылған, оның құрамына денсаулыққа пайдалы коллоидты алтын кірген екен. Яғни ойлаңызшы, сондай алтыны бар су ішсеңіз, сіз тіптен бағалы болады екенсіз. Пайдасына келетін болсақ, ас қорытуға кедергі келтірмейді, гипоаллергенді. Алтын қосылыстары бірақ дегенмен де өте улы екен, яғни бүйректе көкбауырда жиналып ауруларға кеп соғады екен. Және де дермоцит, тромбоцит және стоматит деген секілді бұл заттардың құрамында екен. Және де кесте келетін болсақ, алтын бояғыш ретінде жасанды және қаупі адам организмі үшін төмен екен. Және де соңғы екі инертті газ ретінде Е938 аргон, табиғи шыққан пропеллент дейміз, яғни өнімді ыдыстан шығаратын зат. Тамақ өнімдерін өндіруде технологиялық мақсатта қолданамыз. Физикалық қасиеттері инертті, түссіз, яғни иіссіз, бір атомды газ ретінде жүреді, және де дәмі жоқ екен. Қолдануына келетін болсақ, яғни көбею процесіне қатысады, әйелдерге сүт алмастырғыш ретінде қолданылады, және де туғаннан 3 жасқа дейінгі денсау балаларға қосымша тамақ беріледі ғой, және сол қосымша тамақтың құрамында 3 жасқа дейінгі балаларға диеталық өнімдердің құрамында кездеседі екен. Жоғарғы концентрациясы қауіпті, яғни бұл жүрек айну, құсу, бас айналу секілді белгілерімен байқай аламыз. Атауы аргон, пропилен, табиғи және де қауіпі адамдар үшін төмен екен. Е939 соңғысы гелий инертті газымыз, бұл да тағамды қоспа ретінде пропилент ретінде қолданылады. Тамақ өнімдерін өндіруде технологиялық мақсатта қолданылады екен. Физикалық қасиеттері инертті, түссіз, иіссіз, бір атомды газ, суда және де этанолда ериді екен. Сонымен қатар гелий бізде жоғарғы концентрациясы қауіпті, яғни мындай белгілі жүрек айну, құсу, бас айналу, сананың жоғалуы, тіпті кейде төтенше жағдайларда өлімге де әкеп соғады екен. Сондықтан гелиймен қолданғанда өте абай болу керек. Атауы гелий, пропилент, шығу тегі табиғи және адам организмі үшін қаупі төмен екен. Сонымен бүгінгі біздің тақырыбымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.